Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Есімім Гүлнұр. Бүгін сіздермен бірге мерекелік дастарханның сәнін келтіретін керемет бауырсақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осындай томпақ, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып дайындалады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп алыңыздар. Ең алдымен қамырын ашытып аламыз. Ол үшін осы ыдысымызға 1 стакан жылы сүт, 1 стакан жылы су, біраз қасық қант, тұз және біраз қасық ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Және 2-3 қасық майонезді саламыз. Оның үстінен 1 дана жұмыртқамызды қосып, және 50 грамм сары майды қосамыз. Жақсылап ерігенінше араластырып аламыз. Одан соң қажетінше ұнды салып, қолымызбен жақсылап қамыр жасаймыз. Қамырымыз тым қатты болмауы керек. Міне, дәл осы видеодағындай қолға жабыспайтын қамырды илеп алдық. Ал енді осы қамырдың үстінен біраз қасық күнбағыс майын құйып, қолымызбен жақсылап ысқалаймыз және бетін жауып 1 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Уақыт өтіп, қамырымыз дәл осылай керемет болып көтерілді. Ал енді ұнды сеуіп, қолымыздың көмегімен осы қамырды жаятын боламыз. Сіздер оқтаудың көмегімен де жайсаңыздар болады. Ал маған осылай қолмен жайған ыңғайлы. Қамырды шамамен 4-5 мм қалыңдықта жаямын, сонда бауырсақтар керемет көтерілетін болады. Міне осылайша барлығын жайып алды. Ал енді дәл осы видеодағындай ыдыстың көмегімен дөңгелек формада осы қамырдың барлығын кесіп шығатын боламын. Міне, бауырсақтың барлығын дәл осылай кесіп алдық. Ал бөлінді қамырдың барлығын алып, қолымызбен тағы да күлше жасап қоямыз. Күлше қамырымыздан тағы да бауырсақтарды шығаруға болады. Осылайша бауырсақтың барлығында дайындап алдық. Ал енді үстін матамен жауып 5-10 минутқа қоямыз. Содан соң қызып тұрған табамыздағы майға кезек бауырсақтың барлығын салып, дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Мен ұсынған дәл осы рецептімен жасасаңыз, бауырсақтарыңыз дәл осындай керемет болып, көтеріліп, үлпілдеп пісетін болады. Кез келген мерекелік дастарханның сәнін келтіретін дәмі ерекше жұп-жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болып қалды. Осылайша бауырсақтың барлығында кезекпен пісіріп аламыз. Құрметті қыздар, мен ұсынған бауырсақтың видео рецептісі ұнаған болса, Гүлнұр Акберді каналына тіркеліңіздер, қоңырауша белгісін басып, төменге пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және алдағы уақытта менен керемет видео рецепттерді күтіңіздер. Ас болсын!